Баршаңызға сәлем. Көбі білет, мен осы емендердің жаңғақтарын жинап, оны үй жағдайда отырғызып, далада отырғызып, өсіріп көргенімді. Сұрап жатқандарға мен білгеніммен бөлісіп отырам. Менде барлығы Айчтек KZ парақшасында бәрі жазылған. Видео материал түсірілген, өзім қалай күтіп жатырмын, не істеп жатырмын, қалай өсіп жатқан барлығы, қалай стратификация жасау керек. Жалпы өзім не білем, соның барлығын каналға мен салып отыратынмын. Материал бар кезде. Енді биыл мен өзгеше бір формат емес, өзгеше бір видео сіздерге бір ақпарат бермекшімін. Мына жаңғақтар емендікі, осы біздің бақта өскен астаналық. Бұл тек қана ағаш, немесе ағаш болып өсіп, парктері әдемі болып өскен. Бұрын мен осыларды қалай өсіретінімді барысын көрсететінмін. Енді осы жолы осы жаңғақтардан сіздерге өзгеше рецепт болады, өзгеше бір видео түсіремін. Барлық процесті сіздерге кейін видеода түсіндіріп айтатын боламын. Бұл менде далада жинап алынған, арасында мысалы кетіп қалғаны бар екен, мұндай бүлінгендері, мен оларды алып тастаймын. Қазір мұндай шапочкаларынан тазартып, барлығын бір қабат суға шайып шығамын. Сосын мен бұл жаңғақтарды қазір сұрыптап болғаннан кейін, мұндай зақымдалған, шамалы ашылған, мұнда осылай тесіктері бар, немесе ақырын көктеп шығып бастап жатқандары бар болса, оларды мен алып тастаймын. Кейін бұны бір шайып шығамын, өйткені арасында бар екен. Біз күзде жинағандықтан кішкене батпақ жұққандары бар екен, мысалы. Солардың барлығын тазалап шығамын. Жаңғақтың сыртын жарып, ішіндегі дәнектерін ғана аламын. Солай тазалауым қажет, осының барлығысы. Негізі емен ағашының жаңғақтары бұл жеуге жарамды, бірақ бұндай жеу алдында бұның бір өзінің нелер бар, тәртіптері бар. Яғни жаңғағын тазалау керек, жуу керек. Өйткені шикі кезінде жесеңіздер, ол улы болу керек, бұл улы болады. Негізі осы емен жаңғақтары жеуге болатын жаңғақтардың қатарына жатады. Дегенмен де оны шекеде жеуге болмайды, тыйым салынады. Не себепті десеңіздер, шикі кезінде оның құрамында улы заттар бар. Оны жеуге болмайды, одан ештеңе дайындауға болмайды, жейтін яғни. Қазір біз бұны сыртын жуып, бір шайып аламын. Кейін қабығын аршып, оны бір тәулікке суға қоямын. Барлық процесті сіздер видеодан көре аласыздар. Негізінде емен ағашы бұрынғы кездері жаңғақтарды жинап, барлық процестерден өткеннен кейін жеуге жарамды болған кезде ғана одан шелпек, яғни пряник сияқты тағам нан жасаған, ішетін сусын жасаған. Қазірдің өзінде де қолданады. Кореяда осыдан желатин жасап, түрлі тағамдар жасайды, дәмді тәттілер жасайды. Негізі бізде енді Қазақстанда ондай көп тарамаған, жоқ десем де болады. Мен сол Ресей әріптестерінен сұрастырып, осындай бір эксперимент жасағым келеді. Мына шапочкаларды мен тастамай, мен фотоға түсірсем ба деп алып қалғанмын. Бірақ бүлінгендерін алып тастауымыз қажет. Бұл менде терезенің алдында әбден құрғап кеткен. Өйткені біз ылғалды ауа райы күні жинағанбыз. Қатты зақымдалғандар жоқ сияқты. Енді бұны қазір мен бір суға шайып аламын.
Енді біз бұл жаңғақтарды жарып, ішіндегі дәнін алуымыз қажет. Мен бірінші рет ашып тұрмын. Бірінші рет олай ашып көрмегенмін. Кішкене қиындау екен. Міне жаңғақтың іші осындай. Көгермеген, бүлінбеген, жақсы кепкен. Көктеп өсіп шықпаған. Өйткені ылғалды жерде тұрса, бұлар ақырындап көктеп бастайды. Бірақ негізі олардың енді көктемде көктеу керек қой. Көбінесе мен өзім жаңағы тоңазытқышта ұстап, немесе салқын сондай жерде стратификацияға қоятынмын. Деге енді осындай жаңғақтарды жинауымыз қажет. Менде машинасына же тазалап қойдым. Кішкене былай қарасам, миндаль-ма сондай бір жаңғақ ұқсайды. Әлі осыншама тазалайтыным бар. Арасында осындайлар кездеседі. Мен ондайды мүлдем тазалаған жоқпын. Негізі дағы бар жерді алып тастауға болады, бірақ мұндай үлкен дақтары бар да мен қоқысқа тастаймын. Бұларды қоқысқа тастаймын. Кішкене ептілік керек. Қол үйренбегендіктен мұндай жұмысқа кішкене қолыммен мозольданып жатыр. Мұндай шіріктер менде аз. Алып тастаған дақтары барлар менде бір 3-4 ғана кездескен шығар. Қалған бәрі менде мұндай жақсы жаңғақтар. Менде 722 грамм тазартылған жаңғақтар бар. Енді бұны біз бұған су құйып қоямыз. Жаңғақтарға мен қазір су құямын. Осы суда ол бір тәулік тұру керек. Мына су қарайса, егер қарайған жағдайда суын ауыстырып отырамыз. Бір күнде осы салқын суда тұрады. Суын 3-4 мәрте, одан көп мүмкін де болады, ауыстырып тұру керек. Жаңғақтың қабықтары менде осыншама қалды. Бұны да тастауға болмайды. Егер үйіңізде үй өсімдіктері бар болса, гүлдер, соған жаңа дренаж ретінде пайдалануға болады. Таза табиғи өнім. Бүгін бізден тура бір күн болды. Бай қарансаңыздар, кішкене қондырғай түстес су бар. Мен бұны 3-4 рет суын шайдым. Міне қарасаңыздар, барлығы қазір суын төгіп, сорғытып, жаңғақтарды құрғатып, ылғалдың біразын жаңа орамалмен немесе қағаз сүлгімен құрғатып алып, противенге салып, оны біз духовкада кептіреміз. Осындай қажет емес бір орамалдарыңыз бар болса, матан немесе ылғалды жақсы сіңіретін соған сорғытсаңыздар болады. Неге біз бұларды суға саламыз? Өйткені оны жаңа айтқандай, құрамында шеті кезінде адам ағзасына қауіпті заттар бар. Соны біз осылай суға қою, бір күнге қойып, ыстықта обработка жасағаннан кейін, термическая обработка деп, оны қуырып алғаннан кейін, оның жаңағы улы заттары жаңғақтың бойынан кетеді. Жақсылап осылай
қаттырақ істесеңіздер болады. Суын сойғытып алдым. Енді біз бұларды, мысалы менде кепелері тұтастай ашық тазаланған, соларды мен мүмкіндігінше ұсатамын, қосымша. Арасында осылай менде көп болғаннан кейін кішкене ылғалды болып тұр іші. Қозғап орындарын алып тұру керек. Кішкене әдемі бір дәмді иіс шығып жатыр. Кепкенге. Міне мен барлық жаңғақтарды 2,5 сағаттай пештің духовкасында құрғатып кептіріп осылай қуырып алдым. Блендерім сынып қалыпты екен. Мұндай үлкендерді ол ұсата алмайды екен. Мұндай ұсақтарын қазір алып, біз кофемолкаға салып ұсатып көреміз.